Жалпы документ бойынша 10 декабрь 1941 жыл. Негізі 40 жылғымын. Ол енді ескі куәлік, ол уақытта 50 жылы бірінші классқа бардық. Сол уақытта жаңағы ешқандай, ол уақытта 50 жылдар соғыстан кейінгі zaman не документ қайда бір апалары береді, соның да білмеймін, бір көлдей мынандай куәлік болды. Латын әрпімен жазылған. Bir rет көрдім, сонда 40 жыл туған, көктемнің қай екенін білмеймін. Содан мектеп бітіріп, 60 жылы армияға шақырылдым, мектеп бітіргеннен кейін. 63-ге дейін служба еттім. Келгесін, осы жердегі балықшылық комитетінде ариф комитет болды. Сонда жүргізуші болып жұмыс істедім. Негізгі жұмыс орным осы балықшылық орнында. Sonra osunda şoför болып істедім. 65 жылы Астрахандық жаңағы технический институт уровня промышленности дейтін бар, Рептуз. Соған түстім 65 жылы армиядан келгеннен 2 жылдан кейін. Сонда 70 жылы бітіріп шықтым. 70 жылы бітіріп, осында мекемені арқылы оқығам, осыған жіберді. Осы келгесін, ол уақытта линия жоқ, высоковольтный линия жоқ, бұл жерде ол уақытта дизельный электростанциялар болды. Сол дизельный станцияда механик болдым. Комбинатта, холодильник болды, 2000 тонналық комбинаттың. Балық сақтайтын, продукция сақтайтын. Жұмысшы болып, жүргізуші болып істедім. Армиядан келгесін жүргізуші болып істедім де, сол 2 жылдан кейін оқуға түсіп кеттім. Оқу бітіріп келгесін механик болдым. Дизельный электростанцияда. Бұл уақытта портқа дейін осы комбинаттан энергия беріп тұрды. Сосын 78 жылы мені Бауитин судоремонтный завод дейтін болды. Соған аударды. Сонда істеп жүргенде, сонда істедім бір 74 жылы 1 июльден бастап, осы жердегі 3 мекемені қосты барлығынан. 3 мекеме болғанда жаңағы репкомбинат, Бауитинский судоремонтный завод, сосын көшеде болды. Бауитинское управление гор рыб холд флота дейтін, үлкен кемелері бар. Сол үшеуі қосып, Маңғышлақ рыб холд флот дейтін управление болды. Бастығы әртүрлі адамдары болды. Измайлов покойный, Измайлов межавіріне өзі басшымыз болды. Сол сөзімізді жүрдім біразға дейін. Бұдан 80 қай жылы осы барып мекемені атына өзгертті. Қазақ рыб флот деп. 87 жылдар мекені, сонда 86 ма осы. Қазақ рыб флот дейтін мекеме болды. Соны істеп жүрдім. Сол судоремонтта істедім, көпшілігін сонда. Негізгі мамандығымда сол судоремонтный предприятие. Маңғышлақ рыб холд флотта мысалы, жағада теңізімен қоса істептегенде 2000 адам жұмыс істеді. Осы жерден негізі осы жерде жаңғыз государственный мекеме болды. Бізде 63 мекеме болды. Кеме болды, ірілі уақыты. Соның ішінде 10-ы үлкен кемелер. 200 тоннадан 600 тоннаға дейін мороженый балға келетін теңізде. 3 жұмысы болды. Олар жаңа ұндайындай, плавающий жермушной завод. Олар аулаған жаңа сразу ішінен балықтың ұнын шығарады. Менің мамандығым судоремонтный предприятие. Дипломым судовые силовые установки дейтін факультетті өтірдім. Онда жаңа оқытатын ол теңізде жүретіндер бір бөлек. Менің жеңізім мамандығым осы жағадағы судоремонтный мекемелер. Сол кемені жөндеуге документтерін дайындау, соның ремонт жұмысын бақылау, сосын уақытында оны қабылдап алу,
сондай жұмыстар. Мен теңізге шығып балық аулағаным жоқ, просто практикада болдым. Институт бітіргеннен кейін бір айдың шамасында, онда да осы жағалауда тек месячный практика. Ол кезде итбалық та аулайды? Итбалық та аулайды. Ол уақыттарда әуелгі бастапқы кездерде ана ағаш кемемен аулады. Ағаш кемемен адамға неге ана үлкен итбалықтың үлкенін де күшігін де солармен алды. Бұл кілең жаңа композитный судын дейді. Негізі құрылысы, бұна қабырғасы барлығы темірмен ағаштан жасалған. 79 жылы барлығы да катастрофа подвижка мұз етеді ғой. Бірінің үстіне бірі шығып, жаңа желде, сондайда 9 кеме, 9-ында кәдім қиып кетті. Бір жылда жаңағыдай подвижка болды. Сода бер жағында Ниал Тулен дейтін специальный судно бар. Өзі бұлай корпусы яйцеобразный, бұлай буксировщик ретінде де пайдалануға болады. Солармен соқты. Ол уақытта ол Тулен шыққанда жаңа үлкендерін аулауды қойды. Енді үкіметтің қаулысы шықты, сондай күшігін аулайды. Қара күшігін, сосын жаңағы нені Сивар дейді, жаңағы жүні түлеп, бір айдың шамасында жүні түлеп, ақ күшіктен қара күшікке ауысады. Атылғанда аппақ кәдімгі пушистый жаңағы несі бар. Ол сол 2 жеті, 3 жетіде жаңағы жүні түлеп, қара күшікке айналады, соны аулады. Оларды аулау үшін енді жағаға шығады, төленнің терісін обработка жасау өте сложный зат. Біздің союз бойынша тек қана мына Самара, Татарстанда. Біздің жаңағы мороженый келкі ұн бүкіл союзға жіберіліп тұрды. Сол тіпті Әзербайжан, Дагестан емес, бұл бүкіл жаңағы Балтық жағалауынан бастап, Ленинград, қай жерде іріп комбинат бар, соның барлығына осы союз бойынша соған кетті. Мексексе дейтін не бар? 5 вагоннан тұратын. Әр вагонға 40 тоннадан етеді. Егер Мексексе түгелімен 160 тонна. Ол жаңағы ортасында машина отделениесі, мына жағында 2 вагон, мына жағында 2 вагон. Сонымен 160 тонна соларды жіберіп тұрды. Біздің үлкен кемелері сол әкелген сайын жаңа кішілері армиясының өзі бұна союздан шыққандар, олар сол 200 тоннаға дейін алады промыслды. Жалпы өнеркәсіп ол балық шаруашылығын көтерген жақсы ғой. Бірақ енді қайдан білейін, қандай немен жағдаймен көтереді. Айттым ғой жаңа оған қарайған система керек деп. Ал енді бұл басталар іске енді ол жақсылық тілейміз. Енді бұл жерде қазір мүмкін жаңағы сразу бұрынғыдай мекеме құрмағанмен жаңағы кооператив ретінде құратын шығар. Оған енді облыстың басшылары бар, не бар, біледі ғой. Қазіргі мысалы шастик жүріп жатыр, шастик аулайды. Шастикті балығы таулау халыққа сатса ол өте жақсы ғой мысалы. Ол балық дейді.